Бүгін сіздерге тоқыманы бітірген кезде қалай жабу керек екенін көрсететін боламыз. Сіздер 30 қатар тоқыдыңыздар деген ойдамын тапсырма бойынша. Енді сіздерге осы тоққан бұйымдарыңызды қалай жауып бітіріп аяқтау керек екенін көрсетемін. Жалпы жабудың 3 түрі бар, әртүрлі. Ең оңайы және мынандай бізге теріс жағынан келген кезде қалай жабамыз, соны сіздерге қазір көрсетемін. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Екінші ілмекті оң тоқимыз. Міне, оң қолдағы спицада 2 ілмек ілініп алынды. Енді мына бірінші іліп алған ілмекті мына екінші ілмектің үстінен өткізіп, босатып жібереміз. Міне. Келесі ілмекті оң тоқимыз. Мына бірінші ілмекті осы екінші ілмектің үстінен өткізіп босатамыз. Дәл солай, осылай соңына дейін ілмектерді жауып шығамыз. Бұл өте жабудың түрлерінің ішіндегі ең оңайы деп айтуға болады. Жалпы аса қиындығы жоқ барлығының. Бірақ осы кішкене жеңілдеу. Осылай соңына дейін. Міне осылай жауып бітірдік. Енді қайшымен ұшын қиып, бос ілмектің ортасына өткізіп шығарамыз. Міне, біз кішігірім узор тоқып алдық өзімізге.